Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Мен әдеттегідей өзімнің іс сапарымен Алматы қаласы Әуезов ауданы полиция басқармасының жанындағы полиция бөлімшесіне келіп қалдым. Бұл жерде менің бірнеше қылмыстық істерім бар. Өкінішке орай қылмыстық істерім созбалаңға салынып, жабылып, ісім жүрмей жатыр. Осы не себептен созбалаңға салынып жатқанын анық-қанығын білу үшін қазір тергеудің бастығына жолығуға келіп тұрмын. Қазір ішке кіріп шығамын. Тергеудің бастығы мен ісім бойынша не болып жатқанын бәрін анықтаймын. Және де ол ақпаратты сіздермен бөлісіп, әлеуметтік желіге жариялайтын боламын. Тергеудің бастығы бар ма? Сен сөйлесең, бұл бар ма? Иә, осында. Қаламаңызшы, адвокаттар келіп жүр. Тергеудің бастығы? Иә, Арман Тоқсейітов. Сізді күтіп, астында жарты сағаттан уақыт астам тұрдық қой. Менде адамдар болған ғой қазір. Жақсы, біз ісіміз бойынша керек дегенбіз. Түсінбей қау? Түсінбей қойды. Жоқ, бізде түсіруге болмайды административный зданияда. Телефон өшіп қойыңыз. Иә, болмайды бізге. Кім айтты? Приказ бойынша бізде болмайды. Приказдарында келіп қойды? Иә, қазір көрсетеміз. Бақа приказ көрмейінше түсірілім жасалады. Біз еріп келіп отқан жоқпыз, өзіміздің жұмысымызда келіп отырмыз. Сіз қай сұрақпен келіп жатырсыз? Мен істеріміз бар, екі қылмыстық бар. Бұл жерде полицияның жасаған ештеңе жоқ. Жаңа бір жағымсыз бірдеңе сөйлеп жатқан, өзіміздің жұмысымызды алып, не болып жатқан білу үшін келіп отырмыз. Мына кісілер жәбірленушілер 13 миллион теңге ақша алданған, апрель айында, сәуір айында арыз жазған. Бұл арызды доп болып аяқтан кеткен, содан кейін прокуратура қайтадан нұсқау берген, мынаны қайтадан тергеңдерді. Сіздерге түскен прокуратураның жауабы, бірақ осы іс бойынша не болып жатқанын білесіздер, бір жауап бермейсіздер. Қазір 106-мен шықсақ, тағы айтасыздар, неге шығасың деп. Ал бірақ біздің өтінішіміз. Жоқ, бізде анықтаушы деген Бараев бар ғой. Ол официально оны списать еткен на дело. Ал? Қай дело? Дело емес, но сіз жәбірленушісіз ба? Иә. Осы факт бойынша списать еттік қой біз. Енді прокуратура қайтадан не берді ғой сіздерге? Не берді? Нұсқау берді оны, қайтадан текеңдерді. Ойын қарап жүрсіз, может по базе у вас Мен қарамын. Ну, ответтері. Енді осы бойынша міне, қазір қай кезде болды? Сәуір айында берді ма? Сәуір айының не? 23 күні берді ма? 28-ге беріп отыр. Одан кейін енді сіздерге міне өтініш хат жіберіп отырмыз. Енді не болды? Тағдыры не болды? Сол бойынша басқармашылығында ақпаратты есепке алу кітабына. Жоқ, ешқандай амалдар жүргізіп жатқан жоқ. Кедергі келтірмей-ақ қой, қазір босқа абыройсыз қаласыңдар. Жоқ, не надо снимать. Түсірілім жасалады, өйткені бұл 3 жыл болды, бұл деланы артына кетті. Сондықтан біз амалсыз түсірілім. Қазір 3 жыл болды, ешқандай тергеу амалдар жүрмегеннен кейін амалсыздан келіп отырмыз. 3 жылдан бері әкелмей жатқан адам енді қай кезде келейін? Бүгін ертең алып келесің. Америк, вас да, пойдемте посмотрим. Ол үшін қаншама жүдалыс шықты, қанша прокурордан жалғылар болды. Мен мына документтерді шын айтсам, өзім сұрағам. Бізге қалаларға керек отырмыз. Енді беттестіру сұрап отырмыз ғой, қанша 3 жылдан бері беттестіру жасалып жатырмыз. Тартимас. Әкесін әкелді беттестіріп жасап тастайтын нәрсе ғой, солай білмеймін. Республика, сонда Таджикстан беріп жатыр. Иә, сол жақтан үшін тауып бұл айтып отыр ғой, мен действительно істедім, сіз айтасыздар, факт берсіз, действительно сол жақта болған. Міне факт. Таджикстаннан сонда Қазақстанға келгенде Республика Казахстан производит таможенное оформление груза и получает груз. Для чего предоставляет следующий? Мен жаңа тергеудің бастығына кіріп шықтым. Өзімнің қылмыстық ісім бойынша бүгін кешке дейін тағдыры не болып жатқанын бір ісім бойынша хабарлап айтатын болды, және де жауабын қайтаратын болды. Қылмыстың құрамы бар жоғы бойынша шешім қабылдайтынын айтты. Және де басқа да қылмыстық істер бойынша беттестіру әрекеттерін жүргізу туралы қойған болатынмын. Ол бойынша арнайы жедел уәкілдерге тапсырма беріп, өзінің бақылауына алатындығы туралы уәде берді. Бірақ ол өзінің уәдесіне тұра ма, тұрмай ма мен білмеймін. Өйткені бір жыл бойы уәдесіне тұрмаған тергеудің бастықтары да, тергеудің орынбасарлары. Бірақ қазір соңғы рет тағы да уәде беріп отыр. Осы істі өзінің қадағалауына алатын, және де келесі айға дейін бұл мәселені шешіп бір жағына шығаратын туралы айтқан болатын. Алдағы уақытта міндетті түрде өзінің уәдесіне тұрмаса, біздің жауаптарынан жалтаратын болса, міндетті түрде әлеуметтік желіге жариялап сіздермен бөлісетін боламыз.